Сауысқандық шатқалына бұған дейін келіп көрмеппін. Бүгін міне өңірлік коммуникация қызметінің ұйымдастыруымен пресс-тур арқылы келіп жатырмыз. Осында жалпы бұндағы көптеген таңбалы тастардың тарихымен таныстық. Жалпы жаңа тарихшыларымыз айтып жатыр. Бұл жалпы аумағы 500 гектарды қамтитын Сауысқандық шатқалында 12 мыңға жуық таңбалы тас бар екен. Бұл петроглифтер біздің заманымызға дейінгі 200 жылдықта қамтыған дейді. Жалпы бұл таңбалы тастарға қарап отырып, өткенімізді, ата-бабамыздың кезінде қандай тіршіліктермен айналысқандығын, тыныс тіршілігін, бейнелеу өнерге сол кезден бастап бейім-екендігін аңғардық. Жалпы бұндай пресс-турлар арқылы рухани байып, тарихымызды түгендеп, болашақ ұрпаққа деген насихаттауға үлкен бір шара деп ойлаймын. Ойың қалай Ереке өзіңнің? Қосылам, өте маңызды іс-шара. Барлықтарыңызға рахмет. Бастысы отанды сүю, патриот болуға тәрбиелеу осы біздің тарихтан басталатын белгілі. Мен өз басым бірінші рет келіп, өте керемет әсерде болдым. Бұрын тек теледидардан немесе баспа құралдарынан көретін естіміз өз көзіммен көріп, тамаша әсерде, көңіл күйде болып отырмын. Ұйымдастырушыларға мыңда бір алғыс. Мінекей, бүгін біз алға сәтін салып, арнайы келіп отырмыз. Және жаңағы арнайы мамандардың айтуы бойынша біз алғашқы қонағы екенбіз. Және мұндай тарихи орындарға, осындай жерлерге келу, осындай жерлер бар екенін ақпараттандыру, бұл біз үшін де үлкен мәртебе. Және жаңа айтып жатыр ғой, қазақтың қай бір жері болмасын, тау мен тасы тұнып тұрған тарих, шежіре. Біз өткенімізді әрине осы арқылы білеміз. Өткен тарихыңды білмей, болашаққа жаңа қадам баса алмайсың дейді ғой. Сондықтан ата-бабаларымыздың сол уақытта егінмен, мал шаруашылығымен айналысып жүре тұра сондай өнерді ұлықтап, осындай өнерді артына тастап кеткені, бізге қалдырып кеткені біз үшін өте қуанышты жағдай. Және мұндай тарихи орындар, осындай жерлер әлі де зерттеліне түсу керек деп ойлаймын.